Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті тәуелсіз отан арнасының көрермендері, бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Кезінде Түркістан, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан облыстары мен Астана қаласының әкімі, премьер-министрдің орынбасары болған Өмірзақ Шөкеев енді мемлекеттік және квази-мемлекеттік құрылымдарға оралмайды. Егер жеке бизнеспен айналысса және ол заңды болса, оған ешкім тиіспейді. Ал қоғамдық жұмыспен айналысса, саясат тақырыбына барынша алыс жүрген абзал. Биыл 60 жасқа толған, зейнет жасына әлі 3 жыл уақыты бар. Күш-қуаты тасып тұрған Өмірзақ Шөкеевке қатысты сол жағалау ұстанымы осындай болып отыр дейді Дала инсайт дереккөзі. Өмірзақ Шөкеев, Бердібек Сапарбаев, Иманғали Тасмағамбетовтермен бір қатарда тұрып, ескі Қазақстандағы ең танымал шенеуніктің бірі болған еді. Ресми мансабын ол 2022 жылы Түркістан облысының әкімі ретінде аяқтады. Қол астына қарайтын Кентау әкімі Дәурен Мақажанов пара алып сотталғанда заң бойынша Шөкеев отставкаға беру тиіс болатын. Отставка бойынша берілген өтінішті мемлекет басшысы қанағаттандырды деген хабар жеткенде, бұл Өмірзақ Естайұлы үшін шынымен де күтпеген соққы болды. Ол 5 күн бойы өз-өзіне келе алмай жүрді деп сыр шертеді дереккөз. Биыл Жаңа Қазақстан Өмірзақ Шөкеевке Түркістан облысының құрметті азамат атағын берді. Яғни арқадан сыйпап жылы шығарып салудың қалыптасқан ишарасын жасады. Енді Естайұлы өз жұмыстарымен тынышқан айналысып, өмірінің қалған жылдарын мағыналы да мәнді өткізіп, уақытын ұрпақтарына бағыттайтын сияқты. Эгида Ш операциясы қайталанбайтын болды. 2022 жылы қызық оқиға орын алған. Оңтүстік өңірде белсенділігімен көзге түсіп жүрген саяси технолог Серік Байназаров Түркістан облысында әкім болып отырған Өмірзақ Шөкеевке Эгида Ш деп аталатын саяси пиар жоспарын ұсынады. Осы жоспардың арқасында әкім креслосын сақтап қаласыз деп үгіттеп, $1 миллион сұраған. Мұның алаяқтық екенін бірден сезген Өмірзақ Естайұлы құқық қорғау органдарына шағымданып, іс саяси технологтың 5 жылға шартты сотталуымен аяқталды. Енді Иманғали Тасмағамбетов 1 жылдан кейін ОДКБ-дағы төрағалығынан басқа елдің өкіліне тапсырады. Содан кейін ескі Қазақстандағы А категориялы шенеуніктердің заманы толығымен аяқталмақ. Буын алмасу процесі биліктің барлық тармақтарында жүрді дейді Дала инсайт дереккөзі. Самұрық Қазына акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы қызметін атқарып жүрген кезде Өмірзақ Шөкеевтің саксофонда жақсы ойнайтынын жұрт біліп қалған еді. Жалпы Шөкеев туралы қызықты фактілер жетерлік. Ауылдық ансамбльде өнер көрсеткен ол гитарада да тәуір өнер көрсеткен екен. Волейбол мен баскетболды жақсы ойнап, палуан да атанған. Шөкеевтің көпшілік біле бермейтін сырлары жетерлік. Шөкеев ел білмейтін тағы қандай құпиясы бар туралы Нұр-Кизет арнасында аймақтық тілші жауап іздеп көрген екен. Өмірзақ Шөкеев туралы мәлімет жинау үшін өскен жері Оңтүстік Қазақстан облысындағы Бәйдібек ауданына барған. Сұрастыра келе өзінің тұрған үйін оңай тапқан. Алайда қара шаңырақта ешкім болмай шыққан, бірі білсе көршілер білер деген оймен көршісімен сөйлесіп, өзін Шөкеевтің келінімін деп таныстырған келіншек бірден енесімен сөйлесуді алға тартыпты. Еліне көмегін аямайтын Шөкеев өскен ауылына жиі бас сұға бермейтін көрінеді. Ол білім алған мектепте талай жыл директор қызметін атқарған Сәуле Әлжанова осылай деп ақтарылды. Тек әр жылдың 9 мамыр қарсаңында әкесінің әруағына арнап Құран оқытып кетеді. Жеңгесі Айман Сатқанова, әкесі Естай Шөкеевтің інісінің жары. Самұрық Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасының анасы туыстарымен жақсы араласқанымен байланыс нөмірін қалдырмайтынын айтады. Тек өзі хабарласып тұрады екен. Сонымен қатар Шөкеевтің анасы Тұрсын Сүлейменова туыстарына ұлы туралы ашық айтуға қарсылық білдіреді екен.
Туыстарынан білгеніміз Өмірзақ Шөкеев бала күнінде бойы кішкентай, толық болған көрінеді. Мектепті алтын белгімен бітіріп, спортқа бейім болып өскен. Мақта да терген. Басқарма төрағасы бала күнінде өнерге де жақын болып өскен екен. Гитара мен барабанда жақсы ойнаған, тіпті мектептің балдәурен ансамблінде талай жыл өнер көрсеткенміз. Сыныптасы Гүлнар Пәрменованың айтуынша, Шөкеев математика мен физика пәндерін шемішке секілді шағатын болыпты. Мектеп бітірер жылы өткен сынақта Шөкеев физика пәнінен қойылған 45 сұраққа 45 минутта қатесіз жауап берген. Ірі денелі оқушы Өмірзақ баскетболдан мектеп құрамасының капитаны болған. Ол мектеп оқып жүрген кезінде аудан орталығы Шаянда әжесімен бірге тұрған. Ал ата-анасы қызмет бабымен Ақбастау ауылында болған. Сыныптасының сөзіне сенсек, тек білім ғана емес, қоғамдық шараларда да белсенділігімен көзге түскен ол махаббат дегеннен жанын аулақ ұстауға тырысыпты. Тек мектеп қабырғасын бітірген соң ғана ол сыныптасы Эльмира Мейірбековаға ғашық екенін байқатқан, алайда махаббат жауапсыз қалыпты. Бүгінде Шөкеевтің алғашқы ғашығы оңтүстік Қазақстандағы Қазығұрт ауданында тұрады. Тағы да айта кетерлігі, лауазымды Шөкеев сыныптастарының қызметтік өсуіне көмегін тигізіп жүр дегенде әңгімелер бар. Мұны сыныптасы да растап отыр. Сыныптағы ер балаларға көмегі тиген Жарқын Оспанов деген бір сыныптасымыз прокурор болды. Өмірзақпен сыныптың ер балалары әлі күнге дейін араласады. Мектеп бітіргенімізге 35 жыл болды, деді Пәрменова ханым. Бұны Өмірзақ Естайұлының інісі Серіктің сыныптасы Темірхан Болсынаев та жоққа шығармады. Алғашында Шөкеев туралы еш нәрсе білмеймін деген көршісі Болсынаев сәлден соң сұрақтарға жауап беруге келіскен. Өмекең, яғни Өмірзақ Шөкеев, менен 4 жас үлкен, өте еңбекқор адам болған. Біз бір мектепте оқымасақ та оның білімді оқушы болғанын білемін. Қарапайым студент кезінде ауылына демалысқа келген ол өзгелер секілді демалмайтын. Ауылда қыш құйып, оны тасып, ақша табатын. Сыныптастарының барлығы қазір мықты қызметте. Жарқын Оспанов деген сыныптасы генерал, бәрін сүйреген ғой. Сыныптастарының ішінде қызметі жағынан ең жоғарысы Шөкеев қой, деді Сергей Стайұлы. Одан өзге Болсынаев өз сөзінде Өмірзақ Шөкеевтің халық үшін талай жақсылықты жасағанын айтып, бір-екеуін де атап өтті. Ауылға су, газ сол кісінің арқасында кірді. Осыдан бірнеше жыл бұрын қонақта отырған Шөкеев ауылдың молдасы жалақының жоқтығын, яғни аздығын, сол себептен де жұмысын өзге жаққа ауыстыратыны туралы естіп қалады. Сол кезде 1 жылдық жалақысы қанша деп сұрап, інісіне сол жалақыны өзіміздің атымыздан бере сал деп тапсырма берген. Негізі Өмекең секілдер жақсылық жасайды, бірақ жарнамаламайды ғой, дейді Темірхан Болсынаев. Сергей Стайұлының сыныптасы Өмірзақ Шөкеевтің қызметте көтерілуі тек өз біліктілігінің арқасы деп сеніммен айтады. Самұрық қазынаның басқарма төрағасы Мәскеу экономикалық статистикалық институтын қызыл дипломмен бітірген. Темірхан Болсынаев Өмірзақ Шөкеевті аталған жоғарғы оқу орнында Қазақстан былай тұрсын, Орта Азия мемлекеттер ішінде қызылмен бітірген жалғыз түлек екенін айтады. Бүгінде Шаянда Естай Шөкеев атындағы көше бар. Ол көшеге бұл атаудың берілгеніне шамамен 20 жыл болып қалған. Бірақ онда Шөкеевтер әулеті тұрмайды. Қарашаңырақ Мұхтар Әуезов көшесінде орналасқан. Ол үйге Өмірзақ Естайұлының анасы ара-тұра келіп кетіп тұрады. Осы ретте Шөкеевтің отбасы туралы да сөз қозғай кеттік. Әкесі қызметтегі адам болған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Анасы Тұрсын Сүлейменова тігінші. Ол кісі Өмірзақ Естайұлы Мәскеуде оқып жүрген кезде өз қолымен тон тігіп берген екен. Ғаламтордағы мәліметке сенсек, Шөкеевтің әйелі Зәуре Мұхамедшанова өзінен 2 жас үлкен. Өмірзақ Естайұлы үйдің тұңғышы, өзінен кейін 2 інісі мен 3 қарындасы бар. Үлкен қарындасы Гүлнар Шөкеева Шымкентте тұрады. Темірхан Болсынаевтың сөзіне сенсек, Гүлнар Естайқызының жолдасы Шымкент әуежайының басшысы. Екінші қарындасы Ләззат Шөкеева оңтүстік Қазақстан облыстық қазынашылық департаментінің басшысы. Жолдасы құқық қорғау саласында еңбек етіп, сол жақта зейнеткерлік жасқа шығыпты. Бүгінде аңшылық шаруашылығы қоғамында жұмыс істейді. Үшінші қарындасы Райхан Естайқызы Алматыда банкте қызмет етсе, оның жолдасы оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданда прокурор екен. Ал Шөкеевтің інісі Серік Естай Бейнеу Бозай Шымкент газ құбыр мекемесінің директоры. Тағы бір інісі Берік Естай Астанада азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасы болып
еңбек етеді. Оңтүстік Қазақстан облысы, Қостанай облыстары мен Астана қаласының әкімі, экономика министрі болып үкімет басшысының бірінші орынбасары лауазымына дейін көтерілген Шөкеевтің Нұрбала, Нұргүл деген екі қызы мен Нұрасыл есімді бір ұлы бар. Өмірзақ Естайұлының жеңгесі Айман апаның айтуынша үлкен қызы Нұрбала тұрмысқа шыққан, кіші қызы мен ұлы Америкада оқиды. Байқап отырсаңыздар, Өмірзақ Шөкеевтің бауырлары түгелмен басшылық қызметтерді атқарып келіп жатыр. Яғни олардың жұбайлар болсын, жалпы туған туысқандары да биліктегі қызметтен шеттемеген екен. Демек, Өмірзақ Шөкеев өз отбасындағы биліктің ең биік пьедесталіне көтерілген адам болса, қалған әулет мүшелері де қарабайыр халық емес екенін анық байқауға болады.